Уважаемые друзья, мы на чемпионате Азии в Бишкеке, и вы все прекрасно видели, как Алматбек Аманбек в блестящем стиле выиграл золотую награду весовой категории до 72 килограммов в греко-римском стиле. И сейчас с нами наш прославленный соотечественник, чемпион Азии, многократный призер и победитель ряда крупных состязаний Асхат Дильмухамедов, наш олимпиец, гордость и краса казахстанской греко-римской борьбы. Асеке, в первую очередь примите поздравления, құтты болсын. Долгожданное золото. Баршаңызға рахмет, күткен алтын. Енді өзім жаңа лауазымдағы осы бірінші официалды түрде жарысымыз. Енді Алматбек барша қазақ елін, біздің министрлігіміздің басшыларын, федерация басшыларын, Алматы облыстың басшыларын, қай мектептерін баламыз тіркеліп тұрған тренерлердің жаттықтырушыларын бәрін құттықтағым келеді. Енді өздерін көрдіңіз, қандай бәсекеде қалай ұтты. Енді былай өзім пікіріммен бөліссем, Иран палуаны кішкене мықтылау болған сияқты, физикалық түрде, функционалдық дайындығы. Бірақ соған қарамастан біздің Алматбегіміз чемпион атанып, бірінші минутта басымдық жеңіске жетті. Өзіңіздің енді пікіріңіз ең бастысы за счет чего удалось? Ең бастысы көргенде енді Азия континентте бізде Иран палуандар жақсы нәтиже көрсетіп жүрген. Қазір байқасаңыз, әр Иран палуаны финалда белдесуде. 5 палуаны Иран палуаны екінші орынға иеленді. Енді былай қарасаңдар, Өзбекстан мен Қырғызстан палуандар, қырғыздарда бізде 4 чемпион болды. Өзбекстан құрамасында бізде 2 чемпион болды. Және бір Катар, енді соңғы салмақ күресіп жатыр. Иран бір алтын, енді соңғы күресіп жатқан 97 салмақта көрсеңіз, енді чемпион атанатын сияқты. Енді және біздің жаңа Азия чемпионы, енді барша чемпиондарын былай қарасақ, әр адамның енді қатты желаниясы болады ғой. Байқаған шығарсыңдар. Қырғыз балуандары, өзбек балуандары тәжірибесі төмен. Біздің Алматбегіміз қарасаңыз, кішкене физикалық түрде кішкене басымдылық болды Иран балуаны. Бірақ соған қарамастан желания дейді ғой. Желаниямен енді көптеген әрине тер, қан, қанша төгеміз, қанша өміріміз мына жерге арнаймыз. Бірақ енді осы қанша мемлекет чемпиондарын бәрін атап кетсек, бәрінде именно желание роль қатты ойнады. Байқасаңыз, прям ұтылып жатса, прям тырысып, ұтқысы келіп деген сияқты. Сондай фактор басты роль ойнап кетті. Асхат мырза, енді общий баға берсеңіз по итогам выступления борцов греко-римского стиля в Бишкеке? Енді әрине, әр палуанымыз чемпион болсын деп атанып, үмітте келеміз, жанкүйерлік қолдаймыз, өз пікірлермен бөлісеміз деген сияқты. Енді өзім сырттай бауырларыма шынайы жанкүйерлік көрсетсем де, енді қазір өзімнің жұмысым осы біздің палуандарымыз чемпион атанса деген, өзіміз үлесіміз қосып кетсе екен деген сияқты. Енді министр тарапынан өз ұсыныс болған. Соны енді осы спортта өмірім ауру болып қалдық қой спортта. Енді қанға сіңіп келген нәрсе. Енді әрине чемпиондар көп болсын дейсің. Енді өздерін қарағандай көп факторлар ойнау мүмкін. Кейбірлер көңіл күйі, кейбірлер дайындығы, физикалық түрде бәр шетінен бәр дайындығы дұрыс болу керек. Сол үшін енді спорт болғасын, кілем болғансын, енді одан да көп медаль аламыз деп үміттенеміз. Енді былай қарасаң, чемпион болған кезде енді көп қателіктер байқамайсың ғой. Енді өзіміз ісімізді, жұмысын бастағаны көп балалар өкінішке медальға қол жеткізе алмады. Сондықтан бізге көп пайда болғансын, біз енді көп қателіктер қарап, енді соған қарап жұмыс істейміз дейді. Индивидуальный подход түрде анализ жасап, анализден ары қарай уже сөзбен емес,
іспен күнделікті дисциплина дейді ғой, дисциплинамен дайындалу керекпіз. Енді Азия ойындарына сәл уақыт қалды. Қалай ойлайсыз? Қандай өзгерістер керек? Қандай нәтиже біздің Қазақстан палуандарға жақсы болып есептейсіз Азия ойындарында? Оның алдында айтып кеткем, қазір енді біздің алдымызда үлкен отбор болады Алматы қаласында мамыр айында. Сол жеңімпаздар олимпиадалық салмақта азиатский ойындарына барады, чемпион болған адам. Сол жерде әділетті түрде жеребьевкамыз болса, әділетті түрде бәріне бірдей қараса, бәріміз бірге білгеніміз бар, білмегеніміз бар, бір-бірден үйреніп, сөзбен ғана емес, қазір мына жерде сөзбен ғана көрем, бірлікте, бірге деген. Оны әр жаттықтырушы, әр федерация жұмыскерлері, әр өзінің ешкім сынамай, өзінің жұмысын істесе, онда бізде әлі уақыт бар, үлкен мықты нәтиже көрсетуге. Біз де сенеміз, қазақ күресте бәрі жақсы болады деп. Енді бәрі жақсылықты тілейміз, жанкүйер боламыз. Асеке, рахмет сізге, құтты болсын. Әрине, чудо не бывает, оның бәрін еңбектену керек, дисциплиналық түрде реттеу керек, жазу керек, блокноттарына және результат анализ ары қарай қайғырмай анализді алып дұрыс жұмыс істеу керек. Сондай міндетті түрде өзім басынан өткен жарақатта ешкімге керек емес болса, ана жерде чемпион болмасаң еш керек емес. Өз-өзіне керек болсаң, өз-өзіне сенсеңдер, чемпион боласыңдар. Мына жерде басты рөл ойнайтын уақыт қой. Уақытта кімге ерте, кімге кеш деген сияқты. Потенциал бар дейсіз ғой? Потенциал бізде Қазақстан, оның алдында айтып кеткем. Сборда болғанбыз, Хорватияда 27 мемлекет қатысқан жерде. Енді бір ауру адамдар жиналады ғой бірде. Чай ішіп, ақылдасып, әр палуанды әлемдегі мықты палуанды разбор жасап, бапкерлермен, өз ойымен, пікірлермен дұрыс бірдей болып шықты деймін, бір бақытта. Сондықтан чудо не бывает, нужна только дисциплина. Еңбек. Бәрін еңбек. Не каждая тренировка тебя делает лучше, а каждая правильная тренировка тебя делает лучше. Индивидуальный подход и труд. Көп рахмет, Асеке. Уважаемые друзья, құрметті достар, мы напомним, что мы на чемпионате Азии в Бишкеке, и мы не устанем вас поздравлять с заслуженной, с блестящей победой казахстанского борца греко-римского стиля Алматбека Аманбека. Құтты болсын, қазақ елі. Надеемся, что наша греко-римская борьба обретет вновь былую славу и будет радовать казахстанцев на систематической основе своими яркими выступлениями на таких важных и ответственных стартах, как континентальные мировые первенства, а также азиатские и олимпийские игры. Аман сау болыңыздар, достар, до новых встреч!